Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы 42.500 теңгені үшінші рет кімдер және осы 42.500-ді қалай алу керек туралы болады. Ең алдымен достар, видеоға көшпес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Осы жерден 42.500-ге байланысты толық ақпарат алатын боласыздар. Премьер-министр Асқар Мамин 42.500 кімге және қалай берілетіні туралы қысқаша айтып кеткен болатын. Сонымен қатар бүгін Еңбек министрлігінің онлайн брифингінің тыңдап қазіргі уақытта осы пособияға байланысты жаңалықтары пайда болып жатыр. Сол жайлы осы видеода талқылап кететін боламыз. Қалай осы 42.500-ді алу керек? 17 шілде күні сіздерге жақсы таныс 42.500 еңбек.kz, egov.kz, 18 осы телеграм боттар іске қосылады. Одан ерте заявканы тапсырудың қажеті жоқ. Ал енді сол 42.500 теңгені кімдер ала алады? Ең бірінші, егерде сіз карантин барысында өзіңіздің официальный жұмысыңыз тоқтап қалса, яғни отпуск без содержанияға жіберілсеңіз, сізге заңды түрде 42.500 тағайындалуы тиіс. Оны сіздің атыңыздан сіздің жұмыс берушіңіз заявканы тапсыру қажет. Сонымен қатар жұмыскерлерден алдыңғы 12 айға пенсионный ақшалар салынады ма, салынған жоқ па, осыған негізі қарамайтын болады. Екінші жағдай, егерде сіз жеке кәсіпкер болып, яғни ИП болып, табысыңыздан айырылсаңыз, сіз заявканы egov.kz, 42.500 еңбек.kz, сонымен қатар 18 телеграм боттар арқылы жіберіп пособияға қол жеткізсеңіздер болады. Ескере кететін жағдай, сіздің осы ИП-іңіз немесе жұмыс берушіңіздің компаниясы карантин кезінде жұмыс жасауға болмайтындар қатарына жатқан компаниялар болса, сол компаниялардағы адамдарға 42.500 беріледі. Ал егер сіздің компанияңызға немесе ИП-іңіз заңды түрде карантин кезде жұмыс жасап тұрса, өкінішке орай сізге 42.500 теңге төленбейді. Сіздің ИП-ларыңыз немесе осы компанияларыңыздың жұмыс жасай ма, жоқ па, немесе жұмыс жасауға болатын компания ма, әлде жоқ па, оны райондық штабтар тексеретін болады. Өзіңіз осы естіген боларсыздар, Атамекен деген организация. Үшіншіден, егерде сіз осы самозанятый болсаңыз, яғни өз-өзіңізге жұмыс жасасаңыз, және де карантинға байланысты табыстарыңызды жоғалтсаңыз, сізге 42.500 теңге төленетін болады. Сол 42.500 теңге кімге тағайындалуы келесі аптаның дүйсенбісінен басталады, ал ол ақшаның қашан түсетіні белгісіз. Студенттер мен декреттегі осы әйелдер жайлы осы біздің осы министріміз осы бейсенбі күні, яғни 16 шілде күні тағы да толығырақ айтып кетемін деп осы сөз берген болатын. Ал жұмыстарынан айырылғандар мен осы жұмыс жасамайтындар бұл заявканы беріп 42.500 теңгені алмайсыздар. Сіздерге халықты жұмыспен қамтамасыздандыру орталығына барып онлайн тіркелу керек. Сіздер жұмыссыздыққа байланысты пособияны алатын боласыздар. Ол туралы мен өзімнің YouTube каналымда видео салып кеткен болатынмын. Тағы да айтып кететін жағдай, бұл пособияға заявка беретін жұмыс берушілердің компаниясы карантин кезде жұмыс жасамайтын болуы керек. Басқа да толық ақпараттар осы бейсенбі күні шығатын болады. Сол туралы келесі видеомда толық айтып кететін боламын. Достар, менің тағы да осы YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдында осы 42.500-ге байланысты толық ақпараттарды сіздерге айтып кететін боламын. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.